Елбасы туралы заң күшін жойды. Енді Нұрсұлтан Назарбаевта қандай құқық қалды? Тұңғыш президент елбасы туралы заңның күші жойылғаны туралы белгілі болды. Енді 83 жасқа таяған Нұрсұлтан Назарбаевта қандай құқықтық мәртебелер қалды? Бірден айтайық, елбасыға қатысты заң жойылғанымен Назарбаев үшін экс-президент ретіндегі қол сұғылмаушылық кепілдігі сақталып қалады. Қазақстан Республикасының президенті туралы заңның 6-шы тарауында бұрынғы президенттер туралы жазылған. Республиканың экс-президентіне оның абырой, қадір-қасиетіне ешкімнің тиісуіне болмайды. Оның абыройы мен қадір-қасиетіне қол сұғушылық заң бойынша қудаланады. Бұл туралы парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов та айтқан болатын. Біріншіден, ар-намысын қорғауға құзырет береді, екіншіден, әлеуметтік жағынан қорғалады, яғни көлігі, күзеті, зейнет ақысы болады, деді Ерлан Қошанов. Зейнетақы жағына келсек, бұрынғы мемлекет басшысы президенттің жалақысының 80%-ын алады. Сосын қажетті қызмет көрсетілетін пәтер мен мемлекеттік саяжай, жеке күзет, жүргізуші мен дербес автомобиль беріліп, ел ішінде тегін жүріп тұру, тегін медициналық санаторий, курорттық емдеу қызметі көрсетіледі. Еліміздің экс-президенті мемлекетке опасыздық жасаған жағдайларды қоспағанда өзінің республика президенті өкілеттілігін атқарумен байланысты іс-әрекеті үшін жауап бермейді. Одан бөлек, парламент палаталарының бірлескен отырыстарында президенттің қызметке кірісуіне, республиканың мемлекеттік мерекелеріне арналған салтанатты мәжілістерге және де мемлекет өткізетін өзге де іс-шараларға қатысуға хақылы. Ал енді экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстары жауапқа тартыла ма деген қатысты сұраққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Сарқұлов жауап берген болатын. Қазір мұны айту қиын, заң нормалары бар екенін түсіну керек, дәлелдер міндетті түрде болуға тиіс. Көтерілген барлық мәселе заң аясында қаралып жатыр, мұның барлығын түсіну қажет, деді Ұлан Сарқұлов.